Сәлем команда. Қазір мен сіздерге заказ қалай істеу керектігін көрсетейін. Заказды өзіміздің жеке кабинетімізге логин мен пароль арқылы кіріп, жеке кабинетімізден істейміз. Екі әдісі бар. Біріншісі бұл осы жеке кабинеттің ішіндегі каталогты қарап, алатын заттарды корзинаға салып отырамыз. Міне, каталоги деген кіреміз, посмотреть каталог. Міне, осы жерде каталогты қарап отырамыз. Қарап алатын заттарды, мысалы, купить продукты деп басамын. Алатын заттарды в корзину деп саламын. Мысалы, мынау маған керек, в корзину деп саламын. Ары қарай закрыть деп басамын да, ары қарай каталогты қараймын. Мне мысалы осы лақтарды алғым келеді. Тағы да купить продуктыға деп басамын. В корзину деп саламын. Мысалы, мынаны алғым келеді, в корзину. Тағы да закрыть деп басам ба, ары қарай. Не, осылай корзинаға салып отырасыз. Екінші әдісі бұл бумажный каталогты қарап шығып, өзіңізге қажет заттардың кодтарын жазып аласыз. Кодтарын жазып аласыз да, жеке кабинеттегі өзіңіздің быстрый заказ деген разделға кіресіз. Быстрый заказға кіріп, не осы жерге продуктларды салып отырасыз. Осындай окошкалар шығады. Осы жерге саламыз, мысалы. Қазір мен заказды салып қоямын. Не, код, сосын келесі шығады. Не, шықты алатын товарды. Мына жерде количествосын таңдауға болады. Бір немесе екеу. Ары қарай. Не, тағы да шығады. Так, салып қояйық. Міне, бәрін салып болғаннан кейін в корзину деп басамыз. Корзину деп басқаннан кейін сізде мына жерде каталогтың бағаларымен көрсетіліп тұрады товарлар. Не бағалары каталогтың бағасымен, количествосы, сосын бонус балдары. Осыны бәрін қарап шығып, продолжить дегенге басамыз. Продолжить деп басқаннан кейін сізге уже сіздің 20% жеңілдікпен шығады товарлар. Не, көрдіңіз ба? Егер заказды өзгерткіңіз келсе, мысалы, алып тастайтын заттар болса, немесе қосатын заттар болса, онда изменить заказ дегенге басамыз. Мына жерде алып тастайтын продуктларды алып тастаймыз, мысалы. Мынау керек емес, мынау керек емес, мынау керек емес. Так, мыналар маған керек. Енді сендерге қазір мен көрсетемін. Платный каталогтар қосылады. Продолжить деп басқаннан кейін платный каталогтар қосылады. Қазір. Мне көрдіңіз ба? Менде коктейль, сосын wellness pack витамины автоматически қосылды. Өйткені мен подписка жасағанмын. Подписка жасасаңыз, 3 каталог бойы алсаңыз, осы коктейль мен wellness pack төртінші каталогта сізге ол тегін келеді. Міне қараңыз, бір каталог льготный 25 теңгеден, сосын книга красоты деген 50 теңгеден қосылады, и 3 каталог 160 теңгеден 480 теңгемен қосылып тұр. Енді сосын мир Арифлейм 100 теңгемен қосылып тұр. Осылардан отказ жасауға болады. Оны код отказа сұрап алыңыз спонсордан. Енді мен изменить заказы дегенге кіремін да, код отказыны енгіземін. Добавить больше продуктов деп. Егер енгізетін продуктлар болса, добавить мне мындай тағы да окошкалар шығады. Енді 3 каталогтан отказ жасаймын мне. Сосын басқа да. Так.
корзину енді қарайық. Енді тексерейік заказымызды. Так, набор қосылды, налар қосылды. Не, отказ тұр, 0 каталогтар. Так, на жерде отказ. Так, енді продолжить дегенге басамын. Тағы да тексеріп шығамын. Мына жерде 80% тұрған заттар бар. Бұл жерге кіріп, корзинаға қосуға болады алатын заттарды. Так, не, тексереміз. Так, бар, мне каталогтар қосылып тұрған жоқ. Мне бір ғана каталог қосылды 25 теңгеден. Так, бәрі қосылды. Мне менде енді итоговая сумма 30.873 теңге. Скидка 4.000 теңге алынып тұр. Бұл бұрынғы каталогтың объемны скидкасы айлығым 30.000 теңге емес, енді 26.846 теңге төлеймін. 150 бонус балл шығып тұр. Енді доставка таңдау керек. Бұл жерде мұқият болу керек. Қалалы жерлерде доставканы, қалалы жерлерде сервисный пункт обслуживания бар, СПО. Сервисный центрлар, бұл жерде заказ осы сервисный центрға келіп, сол жерден алып кетесіңдер. Мына жерде қаланы таңдайсыздар. Мысалы, Алматыя. Бұл жерде бірнеше сервисный пункт шығады, міне қараңыз. Қалайын таңдаймыз. Әр қайсына бассақ, кезекпен кезек басып отырыңыз. Енді мына жерде көшелер шығады. Міне кезекпен басып, көшелерді қарап алыңыз адрестарын. Өзіңізге жақын адресті таңдап, сол СПО-ны таңдайсыңдар. Мысалы, мынау маған жақын, мен осы СПО-ны қалдырамын. Енді егер сосын Алматы, Астана қалаларда постаматы деген бар. Бұл жерде, бұл сондай аппараттар, торговый центрларда, развлекательный центрларда аппараттар тұрады. Не көрдіңіз бе? ЦУМ, Азиапарк, Магнум. Сол аппаратқа барып, 2 күн ішінде ақшаңызды төлеп келесіз, или келесі күні ақшаңызды төлеп келесіз. Сол жерге аппаратқа барып код теріп, ақшаны төлейсізді, и сізге жәшік ашылады да, сол жерден алып кетесіз заказыңызды. Бұл постаматымен заказ тез келеді. Сосын курьерская доставка деген бар. Астана, Алматы, Шымкент қалаларда егер 150 бонус балл жасасаңыз, сізге курьер үйге тегін алып келеді. Міне, доставка на адам, Алматы доставка на адам деген бар, соны таңдайсыздар. Бірақ адрес, телефон бәрі дұрыс жазылу керек. Сосын авиадоставка деген бар. Бұны таңдамайсыздар, өйткені бұл жерде доставка қымбатқа түседі. Енді ауыл жерлерде заказ почтамен келеді. Міне, Казпочтаның 2 түрі бар. Доставка заказов по Казахстану бірінші түрі. Бұл жерде 2 күн ішінде міндетті түрде ақшаңызды төлеп келу керек. Немесе почтаға барып, немесе карточка, немесе терминал арқылы. Доставка с наложенным платежом деген бұл кішкене ұзақтау келеді, бірақ бұл жерде алдын ала заказы төлеуге болмайды. Почтаға заказыңыз келеді, біліп отырасыз. Сол заказ келген күні барып, почтаға қолма-қол төлеп, заказыңызды алып кетесіз. Бұл жерде де профиліңізден адресті дұрыстап тексеріп алыңыз, индекс бәрі дұрыс болу керек. Міне, доставка қосылды 600 теңге. Енді ең астына түсіп қараймыз. Доставкамен бірге қанша ақша шығып тұр. 150 балға 25.984 теңге. Бәрі дұрыс болса, завершить оформление дегенге басасыз. Тексермегенше завершить оформление заказ дегенге баспаңыз. Өйткені завершить оформление заказ деген, бұл заказ кетті деген білдіреді. Оны енді сіз өзгерте алмайсыз. Бәріңізге рахмет.